Қазақ халқында балаға қатысты наным-сенімдер өте көп. Солардың бірі тұсаукесер. Тұсаукесер сәби бесіктен шығып, еңбектеуден өткен соң қас тұрып тай-тай басқанда жасалатын дәстүр. Бала екі табанымен тұрып, алғашқы қадам жасауға талпына бастаған сәтте, дана қазақ баламыз тез жүріп кетсін деген ниетпен сәбидің тұсауын кестіріп, думандатып той жасайды. Ырымшыл қазақ тұсау кесілмеген бала сүріншек, болашақта жығылшық болады деп пайымдайды. Ал тұсау кесілген бала біреудің ала жібін аттамайтын адал, жолы ашық азамат болады деп санаған. Сондықтан қас тұрып тай-тай басып келе жатқан баланың тұсауын кесу бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатқан ескі дәстүр. Дана қазақ баланың тұсауын ала жіппен, малдың тоқ жегімен және көк шөппен кестірген. Ала жіппен бала ешкімнің ала жібін аттамасын, ақ пен қараны ажырата алатын адал азамат болсын деген ниетпен кеседі. Ал малдың тоқ шегімен кесу себебі бала бай, дәулетті азамат болсын деп ырымдауында. Сондай-ақ бала шөптей қаулап өссін, шөп сияқты көгеріп, көбейіп көктесін, ұрпақты болсын деп ырымдап, тұсауын көк шөппен кеседі. Бір қызығы, қазақ халқы баланың тұсауын жайбасар, сүріншек адамдарға кестірмейді екен. Баланың тұсауын жиналған көпшілік арасынан шаруаға икемді, елгезек, қимылы ширақ, іске епті қасиеттері мен көзге түсетін қағылез, пысық адам таңдалып алынып, соған кестіреді. Болашақта бала сол адам секілді үлгі тұтарлық азамат болсын деген ниетпен пысық адам таңдайды. Қаз-қаз балам, қаз балам, қадам бассаң мәз болам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін. Қаз-қаз балам, қаз балам, тақымыңды жаз балам, қадамыңды қарайық, басқаныңды санайық. Қаз-қаз балам жүре ғой, балтырыңды түре ғой, тай құлын боп шаба ғой, озып бәйге ала ғой. Қаз баса ғой қарағым, құтты болсын қадамың, өмірге аяқ баса бер, асулардан аса бер.